Бүгінгі үндеуде жасап отырған себебіміз Асқар Омарұлы, желтоқсаншы азаматымыз жазықсыз түрмеде отыр. Неге жазықсыз деп отырғанымыз, ол кәсіпкер жігіт, саяси бір жерде астары болып отыр деп отырмыз, есептеп отырмыз. Неге десеңіз, ол құрылтай жиналысын қазақтарды басын Астанада жинап, екі құрылтай өткізді. Бұл жерде де өзі сол жерде ұйымдастырып, ұлттық мүдде деген бірлестіктің өзі төрағасы. Сол үшін деп отырмыз, енді бұл жерде жаңағы сайлауға, президенттік сайлауға қарсы болғандықтан ба, әлде тағы сондай саяси астармен оны қазір кәсіпкерлігі үшін емес, сол саяси астарлық үшін түрмеде қамап отыр. Жаңа адвокат айтты ғой, тағы да осы декабрьдің аяғына дейін созды дейді түрмені. Неге үй қамаққа жеместі? Оның денсаулығы да нашарлап жатыр дейді. Біздің естуімізше, жаңа өзінің туыстары, қызы келді бүгін, өздері айтқан шығар сіздерге. Сондай жағдайда. Сол үшін біз бұл азаматты бостандық беруін талап етеміз. Құрметті президент Қасым-Жомарт Кемелұлы, Ген прокуратура, сот жүйесі сіздерден сұранып, өтініп сұрайтынымыз Асқар Омар Айсайұлы бостандыққа шықсын. Талап етеміз бостандыққа шыққанын. Кәсіпкер, өз қазақ елінің азаматы, бір жанұяны ұстап отырған ер азамат, желтоқсаншы, қазақ еліне, Қазақстанға жаны ашитын қазақ азаматын түрмеде ұстап отырғандарыңызға біз қарсымыз. Бостандыққа шығу үшін біз талап етеміз. Омар Асқар Асайұлы 3 ай түрмеде отыр, қамалып отыр. Соған бүгін міне апелляционный суд болып, бүгін түстен кейін шешілді, 27 желтоқсанға дейін осы жылдың соған дейін қалдырды қамауда. Біздің айтатынымыз желтоқсан көтерілісінің мүшелері. Менің айтатыным Омар Асқар Асайұлы өте дұрыс, патриот, халық тойлайтын азамат қазақтың, атқа мінері қазақтың бір. Өте дұрыс адам, ылғи қай жерде болса да, бәлен жыл шындықты айтатын адам. Шындық біз айтамыз ғой, біздің президентіміз айтады, Тоқаев мырза, слышащий государство дейді. Ол бәрін дұрыс айтып, халық үшін айтқан, бұрын айтып жүрген. Сол мына сайлаудың алдында, 27 сентябрьдің аяғында, біздің Асқар Асайұлының қамауға алынды ол кісі. Соған біз бірнеше үндеу жасадық. Желтоқсан көтерілісшілері, желтоқсанда қатысқан адамдарымыз, мүшелеріміз. Бірнеше рет үндеу жібердік, Тоқаевқа жібердік, генеральный прокурорға жібердік, ішкі істер министрі жібердік. Бірден бір жауап әлі келген жоқ. Бүгін міне тосып отырдық, апелляционный тағы айтайын, 27 желтоқсанға дейін қамауға әлі қалды біздің Омар Асқар Асайұлы. Соны менің айтатыным, президентке айтатыным, Қасым-Жомарт Кемелұлына, Тоқаевқа, генеральный прокурорға Асылов мырза, ішкі министрі Ахметжанов мырзаларға. Менің айтатыным, талап ететінім, Омар Асқар Асайұлын босатыңыздар. Ол кісі кінәсіз отыр. Жылап атыр міне. Анасы, 80-ден асқан кісі, шырылдап жүрген міне қызы, балалары жүр. Шырылдап жүрген міне жолдасы жүр. Бір жүрміз міне шырылдап. Менің айтатыным, талап ететінім, біздің Асқар Асайұлын босатыңыздар қамаудан. Сол үшін мен талап етем. Асқар Омар елін, халқын, қазақ халқын сүйген, жан тәнімен сүйген қазақтың мықты азаматтарының бірі. Ол елімізге қиын жағдайы жоқ адамдарға және жетім жесірлерге көмегін аямай келе жатқан азаматтардың бірі. Енді қазіргі үндеуіміз біз осы Асқар Омар абақтыда бірнеше ай болды жатқаны, әрі оның денсаулығы сыр беріп тұр. Сол себепті біздің талабымыз Асқар Омарды
дер кезінде босатуларыңызды сұраймыз. Президент говорил, чтобы не кошмарили малый и средний бизнес, чтобы была общественность больше вовлечена в политические процессы. Но на примере Оскара Омара мы видим совершенно другое. Человек с активной гражданской позицией, который поддерживал очень многие мероприятия, проводил курултай, первый курултай, второй курултай в Астане. Также он поддерживал многих гражданских активистов, помогал им в деятельности. Он вел бизнес, но в связи с тем, что он занимает активную гражданскую позицию, и начали его политически преследовать. Я считаю, что вот сейчас, содержа его под стражей, возбуждая на него по выдуманным мотивам уголовные дела, его преследуют по его гражданскую позицию, активность. Хотя он ничего противозаконного не совершал. И все, что он проводил, все, что он говорил, эти озвученные им идеи были потом воплощены со стороны власти. И я думаю, что это преследование носит явно политический характер. Таким образом устраняют людей в бизнесе, которые с активной гражданской позицией и могут что-то делать, деятельных людей. И в связи с этим требую, чтобы Оскара Омара освободили, потому что мы будем за него биться, мы будем до конца, и мы уже будем выводить людей на митинги и так далее, если власть нас не будет слышать. Біздің президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевқа және де қазақ еліне өзімнің үндеуімді жолдағым келеді. Оскар Омарұлы біздің қанды көйлек бауырымыз 1986 жылы алаңда бірге болған желтоқсандық бауырымыз. Бұл кісіні абақтыда бекерден бекер, жазықсыздан жазықсыз ұстап отыр. Қасым-Жомарт Кемелұлы, сіздің атыңызға қарай Қасым-Жомарт деп сіздің жомарттығыңызды сұраймыз. Осындай жастарды, осындай кереметтей Асқар сияқты азаматтарымызды әділетті босатуыңызды сұраймыз. Бұл кісінің қазақ, өзіміздің ата-бабамыз айтқандай, қазақ жетімін жылатпаған, жесірін қаңғытпаған қазақпыз. Енді бұл кісінің айта берсек уақыт жетпейді. Кімге тек қана кәсіпкер емес, осы ел үшін, жер үшін күрескен, шындықты айтқан үшін жазықты болып, міне осы күнге дейін 3 ай ортасында абақтыда отыр. Міне бүгін апелляциялық сот болып, оңай түрінде қайтадан 1 айға ұзартты. Қазақ елі, бәріңізді өтініп сұраймыз, желтоқсандықтардың атынан, қанды көйлек достарымыз, бәріңіз осы Асқардың босап шығуына көмек беріңіздер.